Армысыздар, жайлауында жылқы жайлаған, қазанды қазы қайнаған қазақ елі. Эфирде тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын бастамақ. Құрметті көрермендер, біздің көптен күттірген қонағымыз, көптен күттірген жаңағы айтып жатқан шығармашылық аруымызда келіп жетті. Бүгінгі бағдарламамыздың екінші легінің қонағы Әзімхан Диана. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Осы жаңағы айтып жатқан шығармашылық тұлғалар жайында сөз қозғалып жатыр. Осы біз естідік, осы бір жақын орайда Шерхан Мұртазаның 90 жылдығына байланысты бір интеллектуалды сайысқа қатысқан екенсіздер. Сол туралы сұрай бастасақ сұхбаттың басын. Жалпы биыл өздеріңіз білетіндей Шерхан атамыздың 90 жылдығы. Соған орай университетте қазақтың қызыл жебесі атты пікірсайыс өткен болатын. Интеллектуалдық сайыс, сол жерде бәйгеге түсіп, бірінші орынды иеленіп жатырмыз. Жалпы мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің екінші курс студентімін. Сондықтан кішкене әдебиетке жақын болғандықтан Шерхан атамыздың сайыстарына қатысып жатқан жайым бар. Ал енді осы бір Шерхан Мұртазаның сайысына осы қазақтың қызыл жебесі деп айтады, мысалға былай айтқанда, сол кісінің бір сайысқа қатыспас бұрын дайындық керек оған. Ол кісінің өмірбаянын, шығармаларын, жүріп өткен жолын шамалы болса да біліп оқу керек. Жалпы өзіңіздің дайындығыңыз қалай өтті осы сайысқа? Енді біз бала кезден Шерхан атаны оқып өстік, Аймен Айшасын, Қызыл жебесін, жалпы барлық қазақ білуге, оқуға тиісті шығармаларының бірі ғой. Сол кішкентайымнан ұбт-ға дайындалып жүрген кезде де, қолым бос кездерде де осы Қызыл жебені, Аймен Айшаны, сосын Шерхан атамыздың керемет бір дүниесі бар, Бүркем дүние деген кітабы бар. Сол кітабын оқып, біраз білім жинадым. Және бұл сайыста сол білімнің арқасында маған ешқандай қиындық тудырған жоқ. Өте қызықты, керемет өтті деп айта аламын. Ал енді осы Шерағанның жазып кеткен, артына қалдырған мұралары өте көп. Әрине. Сол мұраларды өзіңізге түйіп алар сөздері немесе бір өміріңізге бір әсер еткен әңгімелері, шығармалары болды ма? Әрине болды. Аймен Айша шығармасында айтады ғой, Парижде болдым, Париж түсіме кірмеді. Мысырда болдым, Мысырда түсіме кірмеді. Жалпы осы кезде Қазақстанның, жалпы әлемнің біраз жерлерін араладым, ол да түсіме кірмеді. Бірақ түсімде туған жерім Түлкібасты көрем дейді. Ақсу-Жабағылының тауларын көрем дейді. Жалпы мен де өзім Түлкібас ауданы Ақсу-Жабағылының қызы болам. Сол жері бір жаныма жақын болды. Қазіргі таңда мен енді солтүстік өңірде оқып жүргеннен кейін өзімнің туған жерімді аңсап тұрамын. Жалпы түсіме ылғи туған жерім кіреді менің де. Сондықтан да кішкене сол өзіме ыстық болды. Және де Бүркем дүние кітабында айтады ғой, елбасымыздың өзі қазақша сөйлеңдер деген. Қазіргі таңда көбісі орысша сөйлеп, өз ана тілін ұмытып жатыр дейді. Сондықтан да ана тілімізде сөйлеуге шақырады, жалпы қазақилықты ұмытпауға шақырады. Сол сөздерін қазіргі таңда өзіме ұран етіп алып жүрмін. Қазақ елі болғандықтан, қазақ жері болғандықтан өз арамызда қазақ тілін насихаттап, еліміздің болашақ үшін қазақ тілін дамытайық деген ұстанымда жүрмін қазіргі таңда. Өте керемет. Яғни Шерхан атамыздың отанға деген сүйіспеншілігі, өзінің тіліне деген жанашырлығы осы бір сәтте айқын көрініс табады. Және де осы бір қалдырып кеткен мұраларын бүгіндері сіздей жас буындар, сізбен біздей жас буындар өте бір керемет насихаттап жүретін болса, ол яғни ғалымның хаты өлмейді, ақынның аты өлмейді дейді. Міне осындай керемет мұраларымызды әлі күнге дейін емес, болашаққа да мұра қалдыратын болса, ол әрине осы ақын жазушыларымыздың, осындай дана тұлғаларымыздың өлмейтініне, мәңгі тарихта таспен қашалып жазатылуына өте бір кәміл сенім бар, жалпы болашаққа деген. Жалпы енді өзіңіз университет оқисыз, қазір қазақ тілі, қазақ әдебиетінің болашақ тіл маманысыздар, шәкірт тәрбиелейсіздер. Қазіргі таңда енді тағы қандай шығармашылық сайыстарға қатысып бақтарыңызды сынап көріп жүрсіз? Былтыр тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына байланысты Қазақстанның жаңғыртулық моделі әлеуметтік контекст тақырыбында презентациялық республикалық сайыс өткен болатын. Сол жерден жетекшім Төлеу ағаймен бірге бірінші орын иелендім. Одан бөлек мәнерлеп оқу сайысы болды. Сол жерде де үшінші орынды иеленіп жатырмын. Дебат бойынша да мен қазір Парасат дебат клубының координаторымын. Жалпы сол дебат бойынша да Қазақстанның әртүрлі қалаларына барып, біраз жетістіктерге жетіп қайттым. Яғни 8 қырлы бір сырлы деп айтсақ, қате айтпаймыз, Рахмет.
Ал жаңа енді сұхбатымызды ары қарай жалғастырсақ, осы енді сіздер болашақ ұстазсыздар. Ұстазға ол енді шәкірт тәрбиелеу үшін өте бір керемет қасиеттер керек. Сол бойынша енді бір шығармашылық жағын дамытып жатсыз. Осы Шерағанның шығармаларын өздеріңізге сіңіріп, өлеңдің жағынан өлең оқу секілді әртүрлі ақындардың өлеңін жаттап жүрсіздер. Ал енді ұстаздыққа ол енді өзінің білгенді өзгеге үйретуге ең алдымен ораторлық шеберлік те қажет. Оны жеткізе білу шәкірттерге. Сол бағытта да осы бір жаңа айта кеттіңіз, Парасат дебат клубының координаторымын дедіңіз. Сол туралы қандай сайыстарға қатыстыңыз, жалпы өзіңіздің қасиеттеріңізді қалай дамытып жүрсіз? Жалпы осы Қостанай өңірлік университетіне түскеннен бастап бірдестен дебат мені қатты қызықтырды. Себебі өзіңіз жаңа айта кеткенде біз мұғалімбіз, дұрыс сөйлей білуіміз керек, дұрыс әдет қалыптастыра білуіміз керек. Сол бойынша маған Парасат дебат клубы қатты көмектесті. Қазіргі таңда 2 жыл болды дебатпен айналысып жүргеніме. Дебаттың арқасында жан-жақты дамып, көптеген орталары дұрыс сөйлей білуді, қысылмауды үйреніп жатырмыз. Біраз жарыстарға бардық, өзімізді дамытып жатырмыз. Жалпы дебат бізді жан-жақты дамытады, жан-жақтан достар табуымызға көмектеседі. Жалпы біз болашақ мұғалім болғандықтан балаларға да дұрыс сөйлеуді үйретіп, олардың да ораторлық қабілеттерін дамытуға үлкен септігін тигізеді. Ал енді осы ұстаздық жолға келуіңізге, ұстаздық мамандығын таңдауыңызға кім немесе не себепкер болды? Өте күшті сұрақ. Жалпы менің анамда, әкемде қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімдері. Осы кісілерге қарап, кішкентайымнан бастап өлең оқып, сахнаға шығып, жалпы әдеби кітаптар оқып, өзімді дамытып өстім. Отбасым енді шығармашыл, сол кісілерге қызығып, сол кісілердің жолын қуғым келді. Қазіргі таңда анам да үлгілі, жақсы шәкірт тәрбиелеп жатыр, елдің алғысын алып жатыр. Мен де елдің алғысын алып, болашақта бір мықты шәкірттерді тәрбиелегім келді. Сондықтан да осы қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын таңдап оқып жатырмын. Яғни алма ағашынан алысқа түспейді дейсіз. Өздеріңіз отбасыңызда ата кәсіп, былай жалпы айтқанда ата кәсіпті жалғастырып, әрі қарай да осы отбасыңыздың салып кеткен сара жолынан сіз де ақырындап келе жатсыз десек болады. Енді бала тәрбиелеу оңай емес, ұстаз болу. Өздеріңіз қалай оқып жатсыздар? Қиын соқпай ма? Енді мен ойлаймын, әр адам өзінің оқып жатқан мамандығын, оқып жатқан пәндерін сүйіп оқыса, қызығып оқыса, ешқандай да қиыншылық туғызбайды. Қазіргі таңда мен 2-ші курс оқып жатырмын, соның өзінде мүлде қиналып жатқан жоқпын, себебі әдебиетті мен жаным сүйеді, кітап оқығанды, дамығанды жақсы көретін болғандықтан маған қиын емес. Әрине, енді жаңа біріншіліктің қонақтарды айтып кетті, адам болғаннан кейін әрдайым даму үстінде болу керек. Әрдайым өз-өзінде толықтырып, өзін ары қарай бір адамдық тұлғадан бір жерде қалып қалмай, ары қарай даму ол әрине нұр үстіне нұр болады. Енді осындай бір қызық сұрақ келіп тұр. Жалпы ұстаз болмасаңыз қандай маман болар едіңіз? Ұстаздықтан бөлек. Жақсы. Ұстаз болмаса мен журналист болар едім. Жалпы әдебиет саласынан немесе қазақ тілі саласынан алысқа кеткім келмейді. Жалпы бала кезімнен сондай сахнаға шығып, ораторлық қабілетім өзімде де болды. Енді әке-шешемнен дарыған шығар деп ойлаймын. Сол мұғалім болмасам журналист болар едім. Журналист болмаса филолог болар едім. Енді бір қай салада болмасын тіл саласының маманы болар едім дейсіз ғой. Өте дұрыс, себебі қай сала енді өзіңізге бір қай жақын түссе сол саланы таңдаған дұрыс. Өмірлік жолының яғни көп бөлігі осы бір мамандық таңдаудан мамандықпен өтеді. Былай айтқанда айтады ғой, екі түрлі нәрседен қателеспеу керек, оны өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Жар таңдаудан мамандық таңдаудан деп. Енді осы мамандықтан қателеспегеніңіз өте көрініп тұр. Өзіңіз де осы бір саланың болашақта бір жілігін шағып майын ішетін адамға ұқсап тұрсыз былай сөйлеген сөзіңізден, ойыңыздан. Жалпы енді тағы қандай өзіңізді дамытуға жұмыстар атқарылып жүр? Жалпы ең бірінші бұл жерде уақытты басқару. Менде өзімде күн тәртібім бар. Таңертең 6-да тұрғаннан кешкі 11-ге дейінгі уақытпен бөліп қойғам. Сол бойынша оқуға барып келем. Күнде міндетті түрде 2 сағат кітапханада өтеді. Сол өзімді дамытып, психологиялық және де уақыт туралы, немесе жеке тұлға, әдебиет, әлем әдебиеті сияқты әртүрлі кітаптарды бөліп оқимын. Одан бөлек дебатқа барам, сосын қосымша домбыраға барам. Солай уақытын жоспармен жүрген жақсы көремін. Барлығына да кеңес беретін едім. Жалпы жоспармен жүрсе, ерте тұрып үйренсе, адамның күні өте пайдалы өтеді.
және дамуға да көптеген уақыты болады. Яғни тек қана осы тіл саласынан емес, яғни өнерге де шамалы домбырамен айналысып жүрдім дейсіз. Оның өзі бір керемет өнер болмақ. Болашақта енді шәкірт тәрбиелесеңіздер де өзіңіз үшін де өте енді бір домбыраны үйреніп, қазақтың енді салт ұлттық құралы ғой, былай айтқанда музыкалық аспабы өте бір жақсы бастама деп айтқым келеді. Ал енді дәстүрге сай екінші камераға қарап өзіңіздің сізді көріп отқан көрермендерге, ата-анаңыз, жақындарыңызға жылы лебізіңізді, тілектеріңізді, кеңесіңізді берсеңіз мархабат. Рахмет. Жалпы мен Түркістан облысы Түлкібас ауданы Ақсу-Жабал ауылының тумасымын. Сондықтан да мені осындай дәрежеге жеткізген ата-анама үлкен алғыс. Және де білім беріп жатқан ұстаздарыма мың алғыс білдіремін. Және осы жерге шақырып, сұхбаттасқаныңыз үшін сіздерге де үлкен алғысымды білдіремін. Енді осы бір болашақта осындай қазірден бастап осы бір ақындардың, жазушылардың өлеңдерін оқып, шығармаларымен танысып жүрсіз. Ол әрине өте құптарлы іс. Осы бір дамып жатқан кезінде, осы болашақ жастарды тәрбиелеу кезінде өте бір қазіргі болашақ жастардың дамуы өте бір жақсы қарқын десек болады. Алда уақытта сізге шығармашылық табыс тілейміз, дами беріңіз. Болашақта енді бір жақсы бір ұстаз, елімізге танымал жақсы бір ұстаздардың қатарынан көректегіміз келеді. Жалпы. Ал енді құрметті көрермендер, осыған орай өкінішке орай эфир өз мәресіне жетті десек болады. Енді біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Отанымызда тыныштық, отауымызда ұрыс құт болсын. До встречи в эфире. До свидания.